Әдебиеттік оқу сабағы тақырыбы ғарышкермен сұхбат. Оқу мақсаты шығарманың тақырыбы және негізгі ойды анықтау. Автордың ойын мәтін деректерінен келтіре отырып, дәлелдеу. Сұрақтар тақтасы. Қазақ ғарышкерлерінің бірі Талғат Мұсабаевқа қандай сұрақтар қояр едіңдер? Ойласып көрейік. Жақсы. Талғат Мұсабаев балалық шағында кім болуды армандады екен? Шағын бейнежазбаға назар аударайық. Балалар, сендер даңқты ғарышкер Талғат Мұсабаевтың кішкентай кезінен ғарышкер болуды армандағанын білесіздер ме? Оның есімін ата-анасы Талғат Бегезиновтей болсын деп ырымдап қойған. Талғат ағаларының өзі 3 жасынан бастап ұшқыш болуды арман етіпті. Ал 1961 жылы 12 сәуірде Гагарин көкке көтерілгенде достардың арасында тұрып, ол ғарышкер Талғат Мұсабаев деп айғайлаған екен. Ғарышкер өмірінің 1 жылға жуығын, яғни 342 күнін ғарышта өткізген. Сонымен қатар ашық ғарышта ұзақ болған ағаларын Гиннестің рекордтар кітабына енген. Ол ғарышқа әрдайым Қазақстанның туы мен туған жерінің топырағын бірге алып шығады. Оқушылар, бейнежазбаны осы жерден тоқтата тұрып, оқулықтағы 30 және 32 беттегі ғарыштық өмір атты мәтінді түсініп оқып алайық. Осы мәтінде бізде Сталинград деген сөз кездесті. Яғни Салиха анасы соғыс жылдары Сталинградтан Берлинге барып, дәрігер ретінде қызмет еткен. Яғни ол Ресейдің қаласы, қазір Волгоград деп аталады екен. Тәнті болу. Ғарышкерлер қатпар-қатпар Алатау сілемдері мен Балқаш көлінің көрінісін ғарыштан көріп тәнті болыпты. Яғни ол риза болу, көңілі толу дегенді білдіреді екен. Ғарышта бірге болған әріптестері, яғни ол әріптес деген сөз, бірге жұмыс істейтін мамандығы бір адамдарды атайды екен. Сұрақ-жауап әдісі. Ғарышкер Талғат пен Тоқтардың балалық шақтағы армандары қандай болды? Мәтіннің ерекше әсер еткен бөлігін оқып бер. Ойынды түсіндір. Сабақ басындағы сұрақтар тақтасына тағы қандай сұрақтар қосар едің? Талғат Мұсабаевтың ерлігін сипаттайтын үзіндіні тауып оқы. Ғарышкер Талғаттың ұшу кезіндегі бақытты сәтін тауып оқып бер. Оқу тапсырмасы. Талғат Мұсабаев сияқты туған жерінің үстінен ұшып, өтіп бара жатсаң, не айтар едің? Ойынды дәптеріне жаз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.